Стейк съемка дайындайтын боламыз. Кафе ресторандарда өте қымбат тұрады. Сол үшін үйде өздеріңіз жасаңыздар. Алдымен бізге осындай съемка керек. Осындай дайын кесілген түрі сатылады. Соусқа лимон, петрушка, сливки 20% жоғары, қара бұрыш, тұз, сары май және де осындай балыққа арналған дәмдеуіш қажет. Маринадқа кішкене сұйық май, балыққа арналған дәмдеуіш, тұз, қара бұрыш барлығын жақсылап араластырып, съемкамызды жақсылап жуып, кептіріп алғаннан кейін осылай екі бетіне жақсылап жағып аламыз да, кемінде жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз, кішкене маринады өзіне сіңу үшін. Енді оның қасына көкөністерді пісіретін боламыз. Бұл жерде менде шампиньон және де кабачок. Немесе гарнирге күріш, фри мен ұсынсаңыздар да болады, немесе осылай көкөніс, кез келген салаттармен де ұсынуға болады, өз қалауларыңыз бойынша. Дәл осындай гриль сковородкамызға кішкене сұйық майымызды құямыз да, қызғаннан кейін міндетті түрде қызған уақытта ғана салатын боласыздар. Осы қызған уақытта съемкамызды салып, әр бетін кемінде 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Асты қатты отта. Балық болған соң, тем более съемка өте тез піседі, сол үшін арасы піспей қалады деп ойламайсыздар. Бұл жерде соусын дайындаймыз. Осы ситаның көмегімен лимонымызды сығып аламыз, согын. Одан соң кішкене тұз, өте ұсақтап туралған петрушка және де сливкиімізді құямыз да, ең соңында бір ас қасық сары май, қолдың сары майы бар ғой, соны қосып, жақсылап араластырып, асты өте баяу отта 15 минуттай бұқтырамыз. Мінекей біздің сол уақыт аралығында балығымыз да пісіп шығады. Осылай қып-қызыл әдемі болған уақытта біздің балықтарымыз дайын болады. Енді көкөністерін пісіріп аламыз. Дәл соның үстіне ешқандай сковородкамызды жумай, көкөністерімізді де екі беті қызарып шыққанша қуырып аласыздар. Мінекей біздің соусымыз дайын болды. Осылай әдемілеп ұсыныңыздар, қыздар, как ресторандағыдай жасайтын боласыздар. Осылай көкөністермен ұсынасыздар. Дәл осы порция тіпті 4 адамға жетеді ғой, қыздар. Өте тойымды, себебі стейк. Сол үшін дәл осы порция 4 адамға жетеді. Соусымыз осылай құйып ұсына беріңіздер. Соус кішкене уақыттан кейін, кішкене немесе холодильникке соусты бір 5 минутқа салып алсаңыздар, кішкене қоюланады. Мінекей балығымыз дайын болды. Өте дәмді, тойымды әрі пайдалы балықтардың бірі. Дәл осылай жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар.